Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін мен сіздерге маршмеллоу тәттісін жасап көрсетемін. Ол үшін суымызға желатинімізді қосып араластырып, бөлме температурасында желатин көтерілгенше тынықтырамыз. Енді отқа қоюға болатын ыдысымызға қантымыз бен суымызды салып араластырып, жай отқа қоямыз. Отымыз өте жай тұруы қажет. Қайнатпаймыз, қант ерігенін күтеміз және қант ерігеннен кейін оттан түсіреміз. Менде қант 7 минутта еріді. Егер қатты отта тұрып көпіріп қайнап кетсе, ол пайдаға аспайды. Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда. Бетіне жай көпіріп шыққан кезде оттан түсіріп аламыз. Желатин суды өзіне сіңіріп алды, енді оны су моншасында ерітіп аламыз. Бос ыдысымызға еріген қантымызды құйып миксерлейміз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап қаттысына дейін апарамыз. Орташа жылдамдыққа келгенде желатинімізді аз-аздан құйып отырып миксерлейміз. Миксерлеуге 15 минуттай кетеді. Осылай ақ көбікке айналуы тиіс, бірақ ол әлі болды деген сөз емес. Масса қоюлана бастағанда бояуымызды қосамыз. Ол міндетті емес. Миксерлеп болдық, массамыз осылай созылып тұруы қажет. Енді алдын ала май жағылып дайындалған ыдысқа маршмеллоуымызды саламыз. Мен ыдысқа пищевой пленка салдым және оның үстін жақсылап тұрып, сұйық маймен майладым. Массамызды толық құйып болғаннан кейін оның бетін майлы пищевоймен тағы да жабамыз. Қандай ыдыста, қандай көлемде болатыны өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Енді маршмеллоуымызды тоңазытқышқа 3 сағатқа жібереміз. Маршмеллоуымыз дайын болды, оны ыдыстан шығарып аламыз. Крахмал мен қант ұнтағын қосып, араластырып, жұмыс үстелімізге шашамыз. Оның үстіне маршмеллоуды қойып, үстіне тағы да себеміз. Крахмал мен қант ұнтағын өте көп себуге болады. Сол кезде маршмеллоу бір-біріне жабыспай өте әдемі болып тұрады. Енді оларды бөлеміз. Мен 4 бұрышты етіп бөлдім. Әрбір маршмеллоуды бөлген сайын оны ұнтаққа аунатып отырамыз.
айдай ару кыз кездесип калды маганда. Сенин көзүң түпсүз. Мен біздің өте әдемі маршмеллоуымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өз массасын ұстап тұрады және бір-біріне жабыспайды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің видеома лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.